Өткен демалыс күндері Қазақстан Украинаға наразылық білдірді. Украина жауап берді. Астана мен Киев арасындағы келіспеушілік неден туындағанын айтып берейін. Каспий құбыр консорциумы. Бұл Қазақстан мұнайын әлемдік нарыққа шығаратын ең маңызды құбыр жүйесі. Яғни біздің бюджетке түсетін табыстың ең үлкен бөлігі осы жүйе арқылы келеді. Түсініп алатын жайт, КТК халықаралық жоба. Оның ішінде Қазақстан 19%, Ресей 24% және 15% иелік ететін Chevron, ExxonMobil, Shell сияқты шетелдік алып және шағын компаниялар бар. Оның Қазақстанға деген маңызын айтар болсақ, ойлай беріңіз. Биыл экспортталған Қазақстан мұнайының 80%, яғни 55 миллион тонна мұнай осы Каспий құбыр консорциумына келеді. Оның құрылысы 1999 жылы басталып, 2001 жылы алғашқы мұнай танкері жұмысқа кіріскен. Құбыр Каспий жағасындағы теңіз қашаған Қарашығанақ кен орындарынан басталып, Ресейдің Новороссийск портына дейін барады. Сол портта мұнай танкерлерге тиеліп әлемге жөнелтіледі. Ал мұнай экспортталатын елдер қатарында Италия, Нидерланды, Франция, Румыния, Грекия және Қытай бар. Ал 2022 жылы Ресей Украинаға басқыншылық соғыс бастағалы, осы құбыр консорциумына бірден 3 рет шабуыл жасалған. Мәселен, солардың кейінгісі 29 қарашада таңғы 6-да Новороссийск порты маңындағы Каспий құбыр желісі консорциумының теңіз инфрақұрылымына шабуыл жасалған. Мысалы, мына видеода Кайрос және Вират танкерлеріне дрондар жақындап келе жатып жарылғаны көрінеді. Бұл танкерлер Гамбия туымен жүрген және Ресеймен мұнай тасымалына байланысты халықаралық санкцияға іліккен. Украин билігіндегі кейбір тұлғалар Ресей Украинаға басқыншылық соғыс жүргізе алмау үшін кейбір қаржылық шектеулер қою үшін осындай шараларды жалғастырып жатырмыз дейді. Open Sanctions деректері бойынша Мәскеу бұл танкерлерді батыстық санкцияларды айналып өту үшін қолданадымыз. Украин тарабы соққы жасадық деп тікелей мәлімдемесе де, қолданылған дрондар Украин әскері қолданатын Sea-Baby дрондар екені мәлім. Осыдан кейін дереу Түркия билігі өз жағалауында болған оқиға деп соққыларды айыптады, бірақ Украин тарабына тікелей жауапкершілік артпаған. Ал кеше жексенбіде қазақ билігі сыртқы істер министрлігі Украинаны дәл осы шабуылдарға айыптап, ресми наразылық жолдады. Онда бұл нысанға осымен 3-ші шабуыл жасалған айтылады. Бұл әрекетті қазақ билігі қос ел арасындағы екі жақты қарым-қатынасқа зиян келтіретін әрекет деп бағаланады дейді. Алда мұндай жағдай болмау үшін нақты шаралар күтеміз дейді. Артынша Украин тарабы да көп күттірмей жауап берді. Ешбір әрекетіміз Қазақстанға да, үшінші басқа елдерге де бағытталмаған дейді. Украинаның барлық күш-жүгері Ресейдің ауқымды агрессиясын тойтаруға жұмылдырылған. Тағы да айта кетеміз, Қара теңіз аймағында және қауіпсіздік қатерлерінің себебі Ресей агрессиясы делінген ведомство хабарламасында. Украин тарабы осы тұста қазақ билігінің Ресейдің Украинадағы бейбіт нысандарға жасаған соққыларын айыптамағанына ерекше назар аударды. Солай дегенмен Украин билігі өз мәлімдемесінде қазақ халқына деген құрметіміз өзгермейді дейді. Болашақта да солай болады дейді. Міне Қазақстан мен Украина арасындағы наразылық осындай.